Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен 5-78 есепті шығарамыз. Есебіміз басталмай жатып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Себебі каналда өте пайдалы ақпараттармен, есептермен бөлісетін боламын. Сол себепті канал сіздер үшін пайдалы болады. Каналды жоғалтып алмаңыздар. Ал енді есептің шығару жолына көшейік. Мына жерде квадратты алып тұр, иә, осы квадрат бізде алымына да тиесілі және бөліміне де тиесілі. Енді біз алымында, бөлімінде алымын нөлге теңестіріп, бөлімін нөлге тең емес деп қоямыз. Енді квадраттан қалай құтыламыз? Біз түбірдің астына алу арқылы теңдіктің екі жақ бөлігіне түбірдің астына алып жібереміз. Сол кезде x квадрат тең 2, x-іміз ол тең болады 2-ні түбірдің астынан шығару, иә, плюс минус сонда түбірісі 2 деген жауап шығады. Мына жақта да дәл солай түбірдің астынан шығарамыз теңдіктің екі жақ бөлігінде. Сонда x тең минус 1 деген жауапты аламыз. Ал енді осы сандарымызды сан түзуіне сызайық. Алдымен минус түбірасты 2, сосын минус 1, сосын түбірасты 2 деген жауап болады екен. Аралықтарға бөліп алайық. Енді қарасаңыздар, міне x квадрат минус 2-нің квадраты деп тұр ғой, демек мына шыққан түбір, мына плюс минус 2 түбірасты 2 деп тұрған түбір, ол еселі түбірлер, еселі түбір. Яғни бұл жерде таңбалар қайталанады деген сөз. Ал мына x плюс 1-дің квадраты дегенде еселі түбір, өйткені осы x плюс 1-дің квадраты нөлге теңестірген кезде, негізі дискриминантпен шығаратын болсаңыздар, x бірінші түбір мен екінші түбір бізде минус 1 деген санға тең болып тұрады. Яғни екі түбір бірдей сан. Мына жерде де қайталанады сол еселі түбіріміз. Яғни біз алдымен плюстен бастаймыз, өйткені мына жерден кез келген аралықтан бір санда барып x орнына барып қоятын болса, плюс шығады. Енді еселі түбірлерде оң жағында, сол жағында қандай таңба шықты, оң жағында да тура сол қайталанады. То есть сол жағында қайталанады, иә, мына жақта қандай таңба шықты, мынау да еселі түбір, сондықтан мынау да плюс болады. Мына санымыз да еселі түбір, сондықтан мына жақта оң жағында плюс тұрса, мына жағында плюс болады. Сонда бізге керегі нөлден үлкен аралық еді. Демек бізде барлығы плюс қой. Нөлден үлкен деген. Мынаның барлығын аламыз. Сонда минус шексіздіктен минус түбірасты 2-ге дейін, минус түбірасты 2-ден минус 1-ге дейін, минус 1-ден түбірасты 2-ге дейін, түбірасты 2-ден плюс шексіздікке дейін деп жазып қояды екенбіз. Келесі екінші есеп. Ал енді қарасақ, мына бізде қысқаша көбейту формуласына келеді екен, иә? Өйткені алтынға қақта пайда болды. Екі көбейтілген формула бар бізде. А минус b-ның квадраты деген, иә? Сол жерде а квадрат минус 2ab плюс b квадрат дейді. А квадрат деп тұрған бізде а мынау. А-ның квадраты мына квадраттап қойды. Азайтылған екі көбейтілген а деген санымыз, а деген өрнек мына өрнекке жатады біздің жағдайда. И мына b-ның орнында b квадрат тұр, иә? Ол b квадрат мынаған тиесілі болды. Ненің квадраты сонда 9? Ол 3-тің квадраты. Сонда мына жерге b-ның орнына қою керек қой. B-ның орнына 3 кетті. Сонда қосылған 3-тің квадраты. Демек бұл мына 3 өрнек бізде қалай жинақталады екен? Мынандай қысқаша көбейту формасына жинақталады. А ол бізде мына өрнек, азайтылған b ол мына 3 деген сан. Ал енді осы өрнекті не берейік? Ортақ бөлім береміз. Сонда бір азайтылған минус 3-ті x-ке көтеміз, минус 3x, минус 3-ті минус 2-ге көтем, плюс 6. Сонда бізде не шығады? Минус 7 минус 3x,
минус 3х дегенде минустың алдына шығарайын да. Плюс 7 ол минус 7 болып кетеді. Сонда мен мына минустан құтылу үшін барлық жағын бөліп жіберемін минус санға. Ал ойбай бізде мына квадрат бар екен ғой, мен ұмытып кетіппін мүлде. Мынада еще квадрат бар еді ғой бізде. Онда мына квадрат жойылып кетеді, мына минус мына квадратты алып жойылып кетеді. Сонда ешқандай жағын нөлге бөлудің қажеті жоқ. Минус бірге бөлудің қажеті жоқ. Теңсіздік ауыспайды. Мына минусты квадраттап жіберемін, сонда жойылып кетеді. Сонда бізде 3 минус x 7-нің квадраты x минус 2-нің квадраты деген мынандай теңсіздік шықты. Енді алымын квадрат тең 0. 0-ге теңестіреміз. Мына түбірдің астынан алып жібереміз. 3x минус 7 болады. Тең 0. X тең 7-ні 3-ке бөлеміз. 3-тен 7 болады екен. Бұл да еселі түбір. Қарасаңыздар, квадрат. Сондықтан бұл еселі. X минус 2-нің квадраты дегенде тура бұл да еселі түбір. Куб болғанда ол еселі түбір болмайтын еді. Квадрат 4 дәреже, 6 дәреже болса, ол еселі түбір болып табылады. Сонда бізде 3-тен 7, мына жақта 2. Енді мына екеуі де бізде еселі түбір болып тұр, иә. Демек, мына жақ оң сан болады мына жақта. Өйткені x-ның алдында ешқандай бізде теріс таңбалы жоқ. Сондықтан оң сан оң жағындағы сол жағында да қайталанады. Мына жерде де тура солай. Сонда барлығы бізде оң сан. Бізге именно оң аралық керек. Жауабы сонда минус x-тен 7-ден 3-ке дейін. Одан ары қарай біз мынаны что-то қате жазып қойған сияқтымыз. 7-ні 3-ке бөлсек 2-ден көп сан шығады ғой. Сонда бірінші 2 тұрады, содан кейін бір 3-тен 7. Сонда бізде минус x-тен 2-ке шейін, 2-ден 7-ден 3-ке шейін, ойбай, 7-ден 3 деп кесінші. Асық. Так. 3-тен 7-ге дейін, және 3-тен 7-ден 3x-ке шейін деген жауап шығады екен. Ал енді үшінші есеп. x плюс 3-тің квадраты плюс минус 1 дәреже болса, онда демек 1 бөлінген деп түсіреміз. Минус дәрежені бөлшектің бөліміне түсіреміз. X квадрат плюс 6x плюс 9. Осының 1 дәрежесі деп түсіріледі. Мен сіздерге түсінікті болсын деп әдейі жазып отырмын. Азайтылған 2. Оны білген екен. Енді қарасақ, қамды енгізетін болсақ, мына өрнек бізде x плюс 3-тің квадратын береді. Азайтылған 2. Бұның барлығы да a минус b-ның квадратына келеді екен. Себебі мынау a саны болсын, a өрнек болсын, а мынау b өрнек болсын. Яғни бұл жерде ашылған кезде формула былай ашылады. 2 көбейтілген аб, иә. Мына именно сол 2 көбейтілген минус 2 көбейтілген аб деген жер, мына а мен в-ның орындағы сан бізде қысқарып кеткен, да, мына мен мына былай қысқарып кеткен. Сонда минус 2 ғана қалған. Сонда біз азайтамыз, осы өрнектен азайтамыз. Мына а азайтылған б дейміз, яғни а мынау, б мынау. Осының квадраты дейміз. Енді ортақ бөлім береміз. X плюс 3-тен де, мына жаққа x плюс 3-тен тисе, сонда x квадрат плюс 6x плюс 9 минус 1 болса, сонда x квадрат плюс еще сыртында квадрат бар екен. 6x плюс 8 x плюс 3-тің
квадраты нөлден үлкен деген бізде сан шығып тұр, теңсіздік шықты. Енді ары қарай алымын нөлге теңестіреміз. Сол кезде бізде не шығады? Дискриминант 36, 4 көбейтілген 8, 32, 4 бола ма? X1 тең -6 плюс 4 ол 2-нің квадраты. 2 бөлеткенбіз. -4, -4 2 бөлсек -2. -6 -2 бөлінген 2 -8-ті 2 бөлсек -4. Ал енді бөлшектің бөлімін теңестіреміз. Мен мына жердегі квадраттарын жазбай қойып отырмын. Қайта жазғанша, өйткені алдыңғы екі есепте түсінікті болған шығар, мына жердегі квадраттар қалай жойылып кететін, түбірдің астында алып жүремін, сонда жойылып кетеді екен. Енді -4, -3, -2 деген түбірлер пайда болды. Қарасаңыздар, бұлардың барлығы еселі түбір, себебі мына алымда да квадрат тұр, бөлімде де квадрат тұр. Бұл еселі түбір. Плюс деген жауап болады. Аралықтар болады, бізге оң аралық керек, нөлден үлкен. Яғни оң сандарынан бәрі кіреді, сонда минус шексіздік тең -4-ке дейін, -4 пен -3-тің аралығы, -3 пен -2-нің аралығы, және -2-ден плюс шексіздікке дейінгі деген аралық шығады екен. Ал енді төртінші есепке көшейік. Төртінші есепте x квадрат плюс x квадрат минус 8x плюс 16, x квадрат минус 2x плюс 1 азайтылған 8x минус 2x квадрат x минус 1 нөлден үлкен. Бұл жерде мынау x-тің квадраты делінек мына x минус 1-дің квадраты. Мынау бізде x минус 4-дің квадраты болып табылады. Өйткені мына екеуін көбейттім, 2 бөлсе минус 8x4, мынаның квадраты 16 болып тұр, мынаның квадраты x квадрат. Демек x минус 4-дің квадраты болып жинақталады. Сонда бізде мына жаңа қайтадан мына формулаға келейін деп жатыр, бізде a плюс b-ның квадрат минус 2a болып деген формулаға. A бізде табылды x болса, b ол мына нәрсе болса, квадрат мына квадрат жоқ. Өйткені ол квадрат мына формулада квадраты береді. Одан кейін азайтылған 2 көбейтілген x, аның орнына x қойып, x сосын мынаны көбейтеміз. X минус 4, x минус 1. Енді қараймыз, мынаны тексерейікші, мына жерге апарып көбейтіп көреміз. Мына минус 2x-ті минус 4-ке көбейтсек, минус 8x шығып тұр. 8x шығып тұр. Минус 2x-ті x көбейтіп минус 2x квадрат. Демек, барлығы дұрыс. Яғни x минус 4, x минус 1-дің квадраты болып жинақталады екен. X минус 1, мына жақта енді ортақ бөлім береміз. X квадрат минус x плюс 4. Осының квадраты шығады. Нөлден үлкен. X квадрат минус 2x плюс 4. X минус 1. Осындай бізде өрнек пайда болды. Так. Жер минус 2x. Мына жерде бізде қарасақ, что-то мына жерде минус, мына 2x-тің алдында минус кеткен, мына бізде мына жерде тұр. Демек, мына бізде плюс болып кетеді. Сонда мына жер плюс. Сонда мына плюс, мына жер минус болады екен. Мына жойылып кетеді. Себебі мына жерде қарасақ, бәсе, мына 2-нің мына жер дискриминанттан шықпайын деп тұр. X квадрат минус 4-дің квадраты болады. X минус 1-дің квадраты болады.
Енді ал нөлге теңестіремін. Мына квадратты түбірдің астынан жойып жібердім деп есептеймін. X бірінші, екінші. Немесе X тең плюс минус 2 дейміз. X минус 1 тең емес нөлге, X тең минус 1-ге. Сонда бізде минус 2 минус 1, ойбай, минус 2, 1, 1 және 2. Қарасаңыздар, бұл жерде де барлық еселі түбірлер, еселі түбір. Плюс, 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 плюс деген аралық болады. Бізге керегі де осы оң сандар. Жауабы минус x тіктен минус 2-ге дейін, минус 2 мен 1-дің аралығы, 1 мен 2-ның аралығы, 2-ден плюс x-ге дейінгі аралық болады. Енді 5-те 710 есепті талдап өтейік. X квадрат минус 7, x минус 8. Бірінші есеп. X минус 8-дің 3 дәрежесі, x плюс 2-ның квадраты. Мына жерде 5 минус x дегенді x минус 5, 2-да 1-ден мына теңсіздікті ауыстыра салатын. 0-ден үлкен деген теңсіздік қой. Бірақ біз орындарын ауыстырып минусты жақшаның алдына шығарамыз ғой. Ал ол жақшаның алдындағы минусты 1-ден минус 1-ге бөліп жіберіп, мына жерде теңсіздікті ауыстырып жүре салайық. Енді мына өрнекті 0-ге теңестірейік. Сонда немесе бетпен шығара салайықшы, бетпен. Қосқанда 7 болатын, көбейткенде минус 8 болатын сандар. Яғни 8 бен минус 1. Қосқан кезде 7 болды, көбейткенде минус 8 болды. Сонда бұл өрнек мынандай 3 мүшеге жіктеледі. X минус 8, X плюс 1 деген. Сонда мынаның орнына біз жазамыз. X плюс 1-дің квадраты, X плюс 1, X минус 8 бар, нақтада минус 8 бар, сонда мына жерде 3 дәреже, мына жерде 1 дәреже, сонда 4 дәреже. Енді болды барлығын. Бұл жерде мынау ғана қалды. X плюс 2-ның квадрат деген 0-ге тең емес деп аламыз. Минус 2-ге тең емес, X минус 5-ті тоже 0-ге тең емес деп аламыз. Сонда түбірлерін тауып алдық. Мына алдындағы түбірлер 8 пен минус 1 екені ол шығарылып қойды. Енді минус 2, минус 1 деймін, сосын 5 деймін, сосын 8 деймін. 8 бұл бізде есел түбір. Және 2 минус 2 есел түбір. Плюс, плюс, минус, плюс, плюс болады. Мына есел түбірлердің оң жақ сол жағындағы таңбалар бірдей. Бізге керегі 0-ден кіші аралық, иә? Сонда бізде 0-ден кіші аралық минус 1 мен 5-дің аралығы болып тұр ғой. Еще біз боялу керек жерлерді жазбаппыз ғой. Минус 8 бен минус 1 боялады. Так, сонда бізде жауабы минус 1 мен 5-дің аралығы және мынау 8 деген нүктені де алып кетеміз. Себебі осы 8 деген нүктеде біз 0-ге тең жауапты аламыз. Бізге өйткені 0-ден кіші аралық керек және 0-ге тең аралық керек деп тұрған. Мына екеуі соны қосыңыз, бірігу. Енді екінші есеп. Жалғастырайық. Мына жерде 0-ге теңестіріп алайық. Түбірлерін тауып көрейікші. Бет теоремасымен тауып көрейік. Қосқан кезде минус 2 болатын, көбейткен кезде минус 8 болатын.
төрт пен екі, бірақ қосқан кезде минус екі болу үшін үлкен санның алдында минус болу керек. Көбейткен кезде минус сегіз беріп тұр. Сонда мынау өрнегіміз мына жеріне x-ті шығарып жібереміз, еще x шығарамыз, x квадрат минус 4 болады. Көбейтілген мынау енді үш мүшелге жіктеледі. X мына жерде минус 4 болып тұрса, мына жаққа x плюс 4 дейміз. Мына жерде кәдімгі әшейін 2 болып тұрса, мына жерде x минус 2 дейміз. Мына жерде жіктейміз енді. Вет теоремасымен. Минус 2 мен минус 5 екені көрініп тұр, екен қосқан кезде минус 7 болу керек, көбейткенде плюс 10 шығады. Сонда x минус 5 деп тұрса, онда плюс 5 дейміз. Значит, x всегда жазылады ол формуладағы x. Мынау x формулада плюс 2. Міне осылайша біз мына бірінші астындағы бөлімдегі өрнекті үш мүшелге жіктеп алдық. Енді ары қарай тағы да ақшанда өтейік. X квадрат минус 4 деген ол нені береді? X минус 2, X плюс 2-ні береді. Так, ойбай, это X плюс 4 деп жүріп, X плюс 2. Енді қарасаңыз, мына жақта тағы X минус 2 бар. Демек, мынаның квадраты болып кетеді деген сөз. Енді ары қарай нөлден өткендейік. Түбірлерін тауып аламыз. Мына x нөлге теңестірген кезде x тең 0. X минус 2-ні квадрат нөлге теңестірген x тең 2 шықты. X плюс 2-ні нөлге теңестіреміз. X тең минус 2 деген түбі шығады. X плюс 5, мынаның барлығы нөлге теңестіргенде мына 2 жауап шығып тұр. X плюс 4-ті нөлге теңестіргенде минус 4 деген жауап шығып тұр. Ал енді осылар бәрін жасайық. Мына жерде 0 болсын. Сосын 2 бар. Мына жақта минус 5, мына жерде минус 4, мына жерде минус 2. Ал енді есел түбірлер қайсы? X тең 2 деген есел түбір болып тұр. Яғни осындай түбірден 2 рет кездесті. X тең 2, яғни плюс дейміз. Ары қарай және x тең минус 2 деген түбір де 2 рет кездесіп тұр ғой. Мына жерде бар, мына жерде бар. Яғни мынадан шыққан түбір бар, мынадан шыққан түбір бар. Демек, бұл да есел түбір болып табылады. Мына жер минус болса, мына жағы да минус болады. Одан кейін кәдімгі чередование өте береді. Плюс, минус, екеуі есел түбір емес. Бізге керегі нөлден өткен аралық. Мынау жауабы минус 5 пен минус 4-тің арасы. Одан кейін 0 мен 2-нің арасы 2-ден плюс 8-ге дейінгі аралық. Осымен, құрметті оқушылар, біздің есебіміз аяқталды. Келесі видеода басқа есептерді, қалған есептерді талдайтын боламыз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта каналда осы сыныптардың 8-ші сынып, барлық сыныптардың толық есептер талданатын болады. Сол себепті де канал сіздерге пайдалы болмақ.